4К моделі бойынша ең үздік әдіс тәсілдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен 4К моделі бойынша ең үздік әдіс тәсілдерді айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бірінші тәсіл белбеу әдісі. Сабақта жаңа тақырыпты ашу барысында қолдануыңызға болады. Екінші, Блум түймедағы. Блум түймедағын қолдану тәсілі. Бірінші, бұл не қарапайым сұрақ, қасық. Екінші, не жақсы, бағалайтын сұрақ, ас ішуге ыңғайлы. Үшінші, не болар еді, шығармашылық сұрақ, ас іше алмаушы едік. Төртінші, неге, түсіндіретін сұрақ, қолмен аш жеуге болмайды. Бесінші, қай жерде қолданылады, практикалық сұрақ, ас ішкенде үстел басында. Алтыншы, мен дұрыс түсіндім бе, нақтылайтын сұрақ. Қасық Қ әрпінен басталады. Қасық ас ішуге арналған құрал. Менің каналымда бұдан да керемет әдіс тәсілдердің жинағы бар. Міндетті түрде сіздерге төменге сілтемесін қалдыратын боламын. Көріңіз, бағалаңыз. Стратегиясы бойынша қызықты, құнды, қиын деп тұжырым жасауыңызға болады. Және ақылды үкі әдісі арқылы оқушылар өз деңгейлерін анықтайтын болады. 4К моделін қолдану арқылы баланың сабаққа деген қызығушылығы артады, логикасы дамиды және сабаққа деген белсенділігі арта түседі. Егер де видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыз. Сіздермен болған Әсем Нұр.